Төртінші сабақ бұл бізде сандарға байланысты. Енді сандарды жаттаймыз. Бізде 0 мынадай точка болып қойылады. Бұны арабша цифрун деп атайды. Бір осылай тік бір таяқша болады. Бұл уахидун деп аталады, яғни бір уахид. Екі иснән жазылуы осындай болады. Үштің жазылуы осындай. Сәләсәтун үш. Төрттің жазылуы осындай. Әрбәатун төрт. Бес осындай. Хомсәтун бес. Енді тапсырмасы бойынша мына жерде осы реттілік бойынша саламыз. 0 бірінші, одан кейін 1, сосын 2, одан кейін 3, сосын 4, сосын 5. Енді мына жерде осы арабша аталуындағы әріптердің қалып қойған толтыру керек. Мысалы, цифрун 0, хомсатун 5, сәләсәтун 3, уахидун 1, әрбәатун 4, иснән 2.